сыймайсың мені, сенікі жайма төсін алмадым. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің, озық екенсің. Қызық болсаң да, салдардың жаным жүрсің өтерсің. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің, озық екенсің. Қызық болсаң да, сұлулардың жаным жүрсің өтерсің. Таймашы бағым, уақыт бар әлі, қайдасы қалым. Өкпелесімді, сүйем ғой сені, қатты кетпеші, жайлашы жаным. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің, озық екенсің. Қызық болсаң да, сұлулардың жаным жүрсің өтенсің. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің. Сол жақтағы екі орындағы екі столымызға келіп атқан жаңа құдаларымыз жайғасады дейді. Төрдегі оң жақтағы столымызға нағашылар, және де бер жағындағы столға өзіміздің туысқандар, бәрекелді ағайындар отырады. Келейік, төр басына жайғасайық, ардақты ағайындар. Сол жағындағы мінеге екі орындыққа келіп отқан жаңа құдалар жайғасыңыздар. Ағайындар, сәлем сөздің анасы болар айқын, қазағым он ежелден бағарайды. Армысың, аманбысың ардақты елім, ақынға қабақ шытып қарамайтын. 30 күн ұлан асыр тойын жасап, 40 күнде қызығымыз тарамайтын. Той дегенде қубасымыз домалайтын. Қазақ елі, ассалаумағалейкум деп баршаларыңызбен амандасып алған жөн сынап отырмыз. Берекелді тойларыңыз құтты болсын, ардақты ағайындар. Олай болса, сіздердің доғыл шапалақтарыңызбенен бүгінгі тойдың екі жасын шақырып алғымыз келіп отыр. Алдарыңызға мінекей өзіміздің жанар қызды екі жеңгесімен бірге доғыл шапалақпен орнымызда. Samға барман құсын қызы келіп қонсын. Бәрекелді шапалақтарыңыз естілмейді кәнекей. Жанар қыздарыңызға деген.
Әке жеңгесіне рахметімізді айтамыз, кәнекей, үлкен алғысымызды айтамыз. Олай болса сіздердің доғол шапалақтарыңызбенен бүгінгі жанар қыздарыңызға құда түспеліп отқан мінекей Ануардай жігітімізді ортаға шақырамыз. Кәнекей, доғол шапалақтарыңыз құдалар жағынан естірмейді. Жігіттер, керемет жігіттер, мұна біз жігіттер, арбандай, тарбандай біздің жігіттер, міне біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер, мұна біз жігіттер. Шапалақтарыңыз кәнекей, нағашылар қайда, ағайындар қайда. Міне біздің жігіттер. Бәрекелді, олай болса, сіздердің доғол шапалақтарыңызбенен бүгінгі екі жасымызды Албатаудың төріне шығар саламыз, кәнекей. Bir шапалақтап қойыңыздар. Шөгелері кәнекей. Аққудай айындағы жазылмасын жұттарыңнан Аққудай айындағы Аққудай бекілге тасын жеп шаңырағың бет болсын Ортақтас қайғызары махаббат айнымады жазылмасын жұттарыңнан Аққудай айындағы жазылмасын жұттарыңнан Аққудай айындағы Шапалақтап қойыңыздар бүгінгі екі жасымызға. Десек те тілегімізді армен қарай мінекей тойымызды бастап беру үшін осы әулеттің бүгінгі үлкендері Мұрат ағамыз бен ұсталған Сара апамызды қоса, Тәңірберген көкемізбенен Шырынкүл анамызды қоса. Сіздердің бір доғол шапалақтарыңызбенен ортаға шақырамыз, кәнекей. Ақсақалдары ауылдың үлкендері қауымның ортаға ойын тастайтын, бұл кісілерден ешкім аспайтын. Қай кезде де бата беріп жастарға жақсылыққа бастайтын десек, келгеней кәнекей. Нағашысы Әмірхан көкемізді де қоса ортаға шақырамыз. Келіңіздер, ақтастарға да ашып беріңіздер кәнекей. Ақтастарға да ашып беріңіздер. Мұрат көке өзіңізге бастап береміз кәнекей. Осы жерде отырған ағайын, құда жекжеттер, құдашалар, ауылдың үлкен кішілері, келіндерім, қыздарым айналайын. Бүгін ұлан асыр тойдың куәсі болып, бәріміз сол қуаныштың, мерекенің бүгінгі кештің куәсі болып отырмыз. Мен жақсы тілектің алдында бір кішкентай ғана бір-екі ауыз сөз айтқым келіп отыр. Мен бағана бір сөзімде құдағимен құдаға келін ата-ененің топырағынан жаратылады. Жүздеріңіз жылы екен, сөздеріңіз текті екен. Құда қаласа, сіздердің қолдарыңызда біздің қызымыз керемет келін болады ғой деген әңгіме айтып едім. Осы жерде қаншама келіндерім, сонан кейін міне құдағи қасына ерік беріп келе жатқан құдашаларға бір ауыз бір әңгімем бар. Сіздердің барлығыңызда қыз қонақ болып жат босағаны аттаған. Жат босаға емес, ол өзінің босағасы болған, өзінің босағасы еді. Міне сонда сіздердің әрқайсыңыз барғанда өздеріңіздің сүйген жігіттеріңізді, жарларыңызды сүйіп бардыңыздар. Бірақ о жердің қандай екенін білмедіңіздер. Бір өлең бар, сіздер тыңдаңыздаршы. Алдымнан ақ шымылдық ашылғанда қандай ғана сезімде болдың екен дейді. Осының барлығын осы жерде отқан келіндерім, осы жерде отырған құдашылардың бәрі бастарыңыздан өткізгенсіздер. Сол кезде сіздердің алдарыңыздан ақ шымылдық ашылғанда қандай сезімде болғандарыңызды өздеріңіз білесіздер, қандай сезімде болғандарыңызды. Мінекей, ол аттаған босаға, мәңгілік босаға. Қыз болып сол отбасына кіресің, кемпір болып шығасың. Бұл қазақтың тілеуі. Үбірлі-шүбірлі боласың.
балалы шағалы боласың, екі елдің тірегі боласың, екі елдің қатынасы боласың дейді қыздар қайтады. Ал күйеу балаға ер жігітке айтады. Не болды? Келін бар, бәрімізде де қыз бар. Қызды ұзатқанбыз, келін сүргенбіз. Соның бәріне де мысал үшін өзім қызым деймін, өз басымнан өткенім. Мінекей, сіздер жаңағы жақсы жандарға біз кездестік. Жақсы жандар осындай жылы жүзді, кең пейілді, жақсы әңгімешіл жандарға келесін деп ойлаймын. Барған жерінде қызымыздың бақытын ашсын. Күйеу балаға айтатын сөзім, айдалайын, екі жақтың да берекесін, ынтымағын ұстайтын сенсің. Ер азамат қашанда ер азаматтығын жасайды. Ер азаматтың қашанда үйдің емес, ердің азамат болған деймін. Екі жас бақытты болсын, ғұмырлы болсын, балалы шағалы болсын, екі жаққа ынтымақты болсын, қадір қасиетін жоғалтпасын. Қадір қасиетін екі жағын жоғалтпау екеуіңе байланысты. Мәңгілік бақыт, мәңгілік қуаныш тілеймін, айналайын екеуің. Сіз айзыңыздар, ұрсат беріп. Жолдарын кіші қойсын. Мына қайдың болғасын шамал ұрса беремен, кешіріңіздер енді. Құрметті құдалар, мына түрге шыққандарыңыз құтты болсын. Сіздер құда болып келіп жатсыздар. Бізде енді жаңағы сіздерден үлкен болсақ та әйтеуір құдалар көңілді болып қайтсын, жақсы қуанып қайтсын деп жаңа қастарыңызға барып, суретке түсіп, әйтеуір жаңағы өзіміздің ниетімізді білдіріп жатырмыз. Иә, мына ағайындар, нағашылар, барлықтарыңа да рахмет. Мына менің Мейрам деген қайныменен келінім, Шынардың бүгінгі бір өзінің ең бір жаңағы сүйікті қызын бүгін шығарып салып отыр. Сүйікті дегенге басқа қыздар жаман екен демеңіздер. Мынау енді Жанардың жолы бір бөлек негізі. Жанар бір төбе, ана басқа қыздар бір төбе дейміз біз негізі. Айналайын Жанар, Айнуар, екеуінің бүгінгі көтеріп жатқан шаңырақтарын құтты бола берсін, шаңырақтарын биік болсын, керегелерін кең болсын, іші толған, сылдырлаған балалардың күлкісі болсын. Көп айтса көрі болады, көпті көрсен жаңағы көрі болады деген ба, жаңағы көп айтқан тілектің негізі зияны жоқ деп атам. Бағана Мәкеннің үйінде осы кісілермен қатысқан кісілер бар, қатыспаған кісілер бар, барлығымен осындай жақсы тілектер айтып жатырмыз. Мәке, Шынар, айналайын. Мынау айтқан тілектерге қосыламыз. Осы тілектер періштенің құлағына шалсын. Осы сіздердің үйлеріңізде болмаған осы нелер жақсылықтар болсын. Барлықтарыңыз үйлеріңізде болсын. Мынау Мәкең, Мейрам, мынау екі жас бақытты болсын. Ғұмырлы болсын. Дендері сау болсын, барған жерінде бағын ашсын, ата-енесіне мейірімді болсын дейді ғой. Біз енді қазақ шығарып саламыз ғой бұл қызды, бұл қиын. Мен өзім қызымды қимайында тұрмын, Жамал-ай. Ол енді жат жотық дейді. Қызыма ұзынағашта болмаса да, осы маңайда бір қыз табылма, жігіт табылмады ма деп кеміріме айтып алдым бір рет. Шамалы ұзақтау болды ма деймін, бірақ кемірім айтады. Кешке мінсең азанда түсесің ғой, ұзынағаштан дейді. Олда шамалы сол көңілді жұбатты. Соған қарағанда айналайын қызым не де болса өзіміздің қоңыраттан бір жігіт табылмады ма деп қоямын ғой. Барған жерінде бақытты бол, қосағымен қосағат. Осы мына аталарының айтқан сөзін көңіліңде жаныңды сақта. Айналайын, бақытты бол. Мен сен үшін қатты толып тұрмын. Айналайын. Осы мынау ұзынағаштың елдегі салтты да білмейміз.
біздің мына Шымкент облысының салтын білеміз де мен сосын мен болған бірден барған қызыма қандай болады деп тағы алаңдаймын. Осы жағынан сіздер құдалар абай болыңыздар. Біздің қыздарымыз оңтүстіктің қызы бұл барлық жағдайға жақсы. Ал енді мынау 2 жасқа бақыт тілеймін. Шын жүректен бақыт тілеймін. Мынау бақытты болыңыздар. Көп деп айтты. Ана сөзден кейін біздің сөйлеуімізде қиындау болып қалды. Бәрін айтып қойды бұл кісілер. Ал енді құда-құдағилар, құдашалар, бүгін құйрық бауыр жесіп, құда болып жатырмыз. 2 жаққа да құтты болсын. Мынау 2 жасымыз бақытты болсын. Көтерген шаңырақтары биік болсын. Қатарының алды болсын. Мен тілейтінім осылардың жаманшылығын көрсетпесін. Тастай бас судай сынсын. Рахмет. Мына құда-құдағилардан төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына Жанар қызымыз, нағыз дейміз мынау. Үлкен отауың мықты болсын, бақытты бол, барған жеріңде бағың ашсын, ата-енеңе мейірманды бол, денің сау болсын. Жайғасамыз кәнеке барша ағаларымызға бір қол шапалақтап қояйық кәнеке, әулеттің үлкендері ағаларымыз, аталарымызға кәнеке. Бәрекелді, ардақты ағайындар, олай болса ауыздарыңыз дәмде болсын, құлақтарыңыз бір керемет әсем әнде болсын деген ниетпен осында отырған барша әкелеріміздің, аналарымыздың құрметіне әкешім, анашым әнін қабыл алыңыздар кәнеке.
елебізімізді, тойымызды әрмен қарай жалғастырайық. Төлеген Айбергенов бір сөзінде бұлай деп жырлаған екен: бір тойым бар, болары сөзсіз менің, дәл қай күні боларын айта алмаймын. Бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Ортаға да тасталады ұран сондай, қайта алмайды қартыңда бір ән салмай. Шешейлерге қыз күнін сағындыртам, жанам деген жігітке от беремін, шабам деген жігітке ат беремін. Мен әйтеуір бар жиған тергенімді керемет ұлан асыр бір той қылып өткеремін деген екен ардақты ағайындар. Олай болса бүгін мінекей Мейрамдай көкемізбенен Шынардай жеңгеміз алталаш жиып ас бермесе де өзінің ардақты ағайын ең жақын құда жекжатын бауырын жинап мінекей ақ дастархан жайып қуанышымен бөліскелі отыр ардақты ағайындар. Олай болса ақ тілектің төріне барша әулеттің, Хамиттің, Жанардың нағашыларын ортаға билетіп көтер. Осы әулетке нағашымын деп жүрген барша төлеген мақалаларында той алаңына шақырамыз келіңіздер. Senin atın kım bular? Gülmer gülcan gülmer allar bilirsin koy gülüken. Oldu gülü parçamızda törde turgan nüreken. Nürekendir köbeğini rasında day nur bular. Tanısay kayşı dostum senin atın kım bular? Gülmer gülcan gülmer allar bilirsin koy gülüken. Oldu gülü parçamızda törde turgan. İyisi gelip тұрады, алыс болса да ауылы дейді. Жиен тойдан қалмаған өкшең нардай нағашылар келіп отыр. Бір де қол шапалақ ұрып қойыңыздар барша нағашыларға. Келіңіздер, кім бастайды? Мейрам Шынар, тойларың құтты бола берсін. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құда қаласа мені қызымызды ұзатайын жатырмыз. 2 жас бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін. Апасы мен көкесі ятан өлі өсе берсін. Дені сау болсын. Мейрам Шынар. Ne kadar çalışıyoruz? Ортаға шықсан шиқылдайды ма? Камераны тұзжамай міне. Таңертеңнен бері айтылып жатыр ғой. Жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Жанар айналайын. Өткенде ғана кішкентай бір қара қыз едің. Үйге барғанда ән айтшы десем, тасылдап ән айта беретін. Қоңыр қыз едің ғой, қара емес. Мейрамның атпақ қызы дейтін ек. Мынау қадамның айналайын құтты болсын, қосағыңмен қосағар. Не дейміз енді, мынау екі жақада мейірімді болыңдар, бақытты болыңдар. Нағаш мақынына сөйлей керегі қанша үлдемен маған білгенің, керегі жоқ бетіме қарап біреудің маған күлгенін. Білмейді-ау маған ынтызар бұған біреулер, менің де соған ғашық болып бір күн жүргенім деген сияқты мынау бақытты баянды мәңгілік өмір сүріңіздер. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Бөлемес құда десіш. Тойға жиналған Құда деп бастайш. Жоқ, бөлемес құда. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Енді қыз сұрап келіп отырсыздар. Енді қыз сұрап келген кезде төрге шығарғанымыз бірден бір сәл нелеу болып қалды. Бір сәл қинаңқырап барып шығару керек еді, бірақ алып қаш кеткенде деген сияқты әңгіме ғой. Бірақ негізі мына 2 жас бақытты болсын. Міне ортамызда осы 2 жас қой дәнекер. Міне алтын көпір тұрғызып жатыр. Құдай қаласа осы көпір мықтысынан тұрсын. Сол көпірмен арада қатынайық, беріде қатынайық. Енді мен де көп сөйлей бермей қой, мына ұрысып жатыр ағайын. Сүрткізім ба? Мына алтын көпір мықты болсын. Құрған шаңырақтары биік, керегелері кең.
мықты берекесі, әрдайым уықтары мықты болсын дегенім ғой. Мына жастар бақытты болсын, айналайын құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. 1000 жылдық бола берейік, күйеулер одан кейін 100 жылдық бола ма, 200 жылдық бола ма, оны күйеуге қарап қоямыз. Мақұл. Денсау болсын. Заманымыз тиыш, аспанымыз ашық, қарнымыз тоқ, нанымыз көп болсын. Ассалаумағалейкум, құда жерліктер, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Нағашылардың кенжесін ғой, бәрінде көрінбей қалғанша кішкентай болғасын, сыртта жүрдік, сәл сен қырамай. 2 жас бақытты болсын, осы 2 жастың арқасында білісіп танысып жатырмыз. Біз Түркістан қаласында тұрамыз сол. Ары бері өткенде Әзірет бабаға зиярат етіп келсеңіздер, соғып тұрыңыздар. 2 жастың арқасында танысып жатырмыз ғой, мына 1000 жылдық, 100 жылдық құда болайық деп жатыр. Қияметке дейінгі сондай құда жекжат болып өмір сүрейік. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Өмірде бақытты болсын, 2 жастың жолы әрқайым ашық болсын. Рахмет. Жаппай нағашылардың атынан бір Жездемізге рахмет. Мынандай қыз, қарлығаштай қызды өсіріп, ұядан ұшыру деген оңай емес. Жездемізбен Шынар әпшемізге рахмет. Алла разы болсын. Әпше, өрістеріңіз кеңейіп жатыр, өрістеріңіз жайла берсін. Мәке, өстіп құда болып, ақсақал шал болып, мол да болып, әр жерде бата беріп жүре берсеңіз сізді әй бәрекелді. Сол үшін. Айлық сенің жан-жағыңды ендеге, жар болуды қаламайсың ендеге. Енді ойнаға шысыған екен, Материалдық жағдайың келе. Сіздерімді байдың қызы байғана, мен жүргенмін сенде көр айыма. Қарапайым отбасында мен жүрген, шаруаның баласының жайғана. Ақырман айдан бері айдана, ақырыңды байлашы байлана. Мен ауылда тұрғым келе өссіңе, ал сен үшін қалағаның қайғана. Аларымыздың құрметіне кеше ғана осы Мейрам ағамыздың үйіне кенже баласы Хамид деген, білесіздер, Хамид ұлдарыңыз үйленген. Хамидтің үйіндегі келіндеріңіз Айжанның орындауында барша аналарға әсем әннің қабыл алыңыздар, бірді қол шапалақ ұрып қойыңыздар. Кәнекей!
әкешің ақ батаңның арқасында басымда тұрады әркез бақ қонақта. Гүліндей алмағаштың әппақ-әппақ, үлгетем өздеріңді көкке мақтап. Қасымда сыланам өзің барда, басымда тұрады әркез бақ қонақта. Анамның ақ жаулығы әппақ-әппақ, айналдым пейіліңнен қардан әппақ. Әкешім ақ батаңның арқасында басымда тұрады әркез бақ қонақта. Анамның ақ жаулығы әппақ-әппақ. Ардақты ағайындар, осындай кереметтей қызды ер жетіп мінекей бой жетіп өсірген Ерсейіт құда менен Ғалиядай құдағиларыңызға да бір қол шапалақ ұрып қойсаңыздар болады кенекей. Бәрекелді, үлкен алғысымыз шексіз. Дегенмен әрмен қарай тілек лебізімізді әрмен қарай жалғастыра отқанды жөн санап отырмыз ардақты ағайындар. Осы мейрам көкеміздің барша бауырлары, әпкелері, мінекей Әсия әпкеміз, Дүйсенкүл әпкеміз бастап ортаға келсе, және де келіп отқан осындағы Ерсейіт құда менен Ғалия құдағиымызды, Оспан құда менен Набат құдағиымызды қосып ортаға. Керемет. Құрметті құдалар, ат салып сонау Алматы Талғардан Алғармет Ұзынағаштан мына тойға келіп отырсыздар. Той құтты болсын. Құда қаласа мына болашақ келін ұзағынан сүйіндірсін. Мынау біз жаңа құда деп шақырып отыр. Біз көш басымыз, біздің жолымызды бере берсін. Аман болайық, құда жекжаттығымыз арта берсін. Құтты болсын. Ал құдақтағы бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Құдалар төрге асқандарыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін. Жаңа құдашамыз құда қалса биыл бала келін болса, елдігі жылы ана келін болсын, одан кейін дана келін болсын. Сол үйдің жақсы келіні болып жүре берсін. Екі жаққа да қадірлі қыз болып жүре берсін. Ал құрметті жаңа құдалар, тоғырларыңыз құтты болсын, жоға шыққан. Екі жасымыз бақытты болсын. Жаңағы Қазақстанның үлгілі отбасы, өнегелі семьясы болсын. Бала шағалары көп болсын. Не айтамыз? Мынау негізі Алланың бұйрығымен әке екеуміз енді қыздарымыздың бәрін тұғырына қондырдық. Енді баратын жеріміздіге шумақ енді. Төрі. Прямой. Біреуіміз 3 қыз, біреуіміз 4 қыз жатып отырмыз енді. Бәрін бітірдіген қыздар. Көпшілік қауымға сондай жақсылықтар тілейміз. Үйлеріңізде той көп болсын. Немерелеріңіз көп болсын. Солардың қызығын көре беріңіздер. Жақсылық той осындай көп болсын. Құда-құдағи, жастар бақытты болсын, өсіп өнсін, өбірлі-шүбірлі болсын, барған жерінде баға ашылсын, Құдай қаласа. Ендігі жылды Құдай қаласа шілдехана тойларға барайық, соның себебі күйеулер болып жүре берейік. Құдалар, сіздердің де төрге шыққандарыңыз құтты болсын, үйлеріңізде тек той болсын, жақсылық болсын, барлықтарымыз тек жақсылықта араласып, бұраласып жүре берейік. Той қаласын.
Ал айналайын үнім Мейрам, келін Шынар. Мінеки мына бүгін аялап, мәпелеп өсірген Жанар қыздарымды орта қаласа ұядан ұшырғалы отырсыңдар. Тойларың тойға ұласа берсін. Ал Жанар айналайын, барған жеріңде бағың ашылсын. Жаңа отбасылық өмір бастағалы отырсыңдар ғой. Бақытты болыңдар, шаңырақтарың берік болсын, керегелерің кең болсын. Келесі жылы Құда қаласа шілдехана той болып, тойымыз тойға ұласа берсін. Бақытты болыңдар. Қадірменді Ахметовтердің әулетіне жиналып отырған тойшыл қауым, ағайындар, құда жекжаттар, Мейрам менен Шынардың төра жолдастары. Мейрам мен Шынардың отбасында мынау қыздардың ұзату тойы болып жатыр. Құдалық болды, жалғасын тауып жатыр. Енді ұзату тойы басталып жатыр. Екі жас қол ұстасып, үлкен өмірге қадам басқалы отыр. Айналайын Әнуар, сен де біздің бір баламызсың енді. Мынау қызымызды, құсымызды қолыңа беріп отырмыз. Құсың құтты болсын, қондырғалы жатқан. Жанар айналайын, барған жеріңде бағыңды ашсын. Тастай батып, судайсың. Жаңа айтып жатыр ғой халықтар, қыз деген өзім бақытты болсын деп емес, барған жерін бақытты қылам деп барады екен. Сен де мынау Ахметовтердің әулетіне кір келтірмей, барған жеріңе тастай батып, судайсың. Сол сенің жаңағы ата енең, өзіңнің әкең сияқты, енең, анаң сияқты, екі жаққа да екеуің бірдей болыңдар. Бірге қол ұстасып аттаған босағаларың құтты болсын. Отауларыңның іші тек қуанышқа тола берсін. Босағаларың берік болсын. Тіккен отауларың құтты болсын. Неғыл дейміз, екі жаққа да мейірімді болыңдар. Өмір деген түзу жол емес, бір алаңы болады. Сол бір алаңдарда да, қиындықтарда да, қызықшылықта да әрқашан жұрттарыңды жазбай қол ұстасып бірге болыңдар. Сендерді тек биіктерден көргіміз келеді. Мейрам, Шынар, тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласа берсін. Ұлды ұяға, қыздарды қияға қондырып атсындар Құда қаласа. Ары қарай да жаңағы немере сүю деген сияқты тойларға жете беріңдер. Біз де солардың куәгері болып жүре берейік. Жастар бақытты болсын, бақытты болыңдар айналайындар. Ояқта тартпайды. Ал қадірменді қонақтар, қадамдарыңыз, баршаларыңыз құтты болсын. Айтып атқан барлық тілектер, жақсы тілектерге қосыламыз. Бақытты болыңдар деп жатыр. Бақытты болыңдар. Бақыттың да бір қадамы алғашқы. Бақытты болудың да бір себебі. Жанаржан айналайын. Осы жерден қадам басып шыққаннан бастап, сенікі өзі жолдасыңа құқық өтіп кетуі. Қандай да Алланың разылығы бірінші жолдасыңды разы қылмай, Алланың разылығы жоқ деп жатыр. Әнуар, Алланың разылығы, ата-ананың разылығы. Бірлесіп ата-ананың разылығын алсаңдар, мінекей бақыттың алғашқы қадамдарда сол, бұл 1000 жылдық емес, мәңгілік екі дүниенің бақытына да апаратын жол осы жол, иншалла. Алла тағала екі дүниеде де бірге болуларыңды Алла нәсіп қылсын. Ағайындардың, бауырлардың атынан ортада бір керемет екі би болсын. Барша жаңа құдаларды
Ардақты ағайындар, құдағилар, нағашылар, десекте жаңағы құдалық тойымыздың екінші бөлігінен бастап білесіздер, қасымда Медеу деген ұлдарыңыз болған, бір-екі домбырамен әсем әнін айтқан болатын. Осы Медеу ұлдарыңыздың дауысын жақсы көріп, құдалар жақтан сұратып жатырген бір ән болса екен де орындауында деп. Домбырамен керемет Медеудің орындауында керемет өзінің термесін қабыл алыңыздар, құлақтарыңыз әсем термеде болсын. Қалым нағашысы, құданың аты Қалым нағашысының сұрауы бойынша Медеу ұлдарыңыздың орындауында. Талпанған жәутеңдеп қарап артыңа, жәутеңдеп қарап артыңа, қалдай-ау бәрі қалдай-ау. Өткен ай дәурен өткен-ау, өмірдің жаз бен көктем-ай. Сарала қаздар саңқылдап сарала күздің жеткен-ай. Біреулер маған ынтызар, біреулер маған өкпелай. Өткінші мына өмірде өтпелі бәрі өтпелай. Қарата сенен қорықпаймын, от шығар. Қара жер сенен қорқпаймын, сағанда жазда шөп шығар. Айналайын ағайын, сіздермен жер дау бір басқан. Сүйгізген сүйген мұңдасқан. Өмірім өнер жырдастан, менде де арман жоқ шығар. Айналайын ағайын, сіздермен жер дау бір басқан. Сүйгізген сүйген мұңдасқан. Өмірім өнер жырдастан, менде де арман жоқ шығар. Болған Медеу Төлеубаев, міне Кеңес ауылында, Көш ауылда жаңа ғана Мұрат ағамыз айтып кеткен, бұл ауылда өнер мектебі деген бар. Сол өнер мектебінде бізбен ұжымдас досымыз мінекей. Қабыл алыңыздар. Ардақты ағайындар, дәл осындай көңіл күймен барша бүгінгі келіп отқан жап жаңа құдаларымызды той алаңына, баршаларға құдаларымызды ортаға шақырамыз. Ардақты ағайындар, керемет ортаға билет келіп жатыр. Көкеміз шпагатқа отырайын деп жүр ғой деп келіп алып деп қояқ дейді. Ал өздеріңізде ақ тілек. Құрметті құдалар, мына бүгін таң атпастан келіп сіздердің елдеріңізге ниет қылып, сіздерде қыз бар, бізде жігіт бар деп құда түсіп келіп жатырмыз. Бірнеше сағаттың ішінде осы барлық осы Жанар менен Әнуардың жақындары, ата әйнелері жақсы ниеттер тілек айтып жатырмыз ғой енді. Енді не дейміз енді? Мына сіздердің ауылдарыңызға құт қонған қыдырлы сырдың бойындағы елдерге сіздерге Алтай бабамыздың еліне біз сәлем беріп келіп отырмыз. Елдеріңіз аман болсын біріншіден. Екіншіден мына мен құдағайға жаңа үйде отырғанда бата айттық. Сол жұғысты болсын. Енді көп сөйлемей қойықта. Мен мына Ануар маған қарауса немере деп айтсам да болады. Кенже ұлымен бірге туған, атасы марқұм менің кенже баламды көріп, соның қазасы бетті Ануарды көрмей кеткен. Ал енді содан бері мінекей біраз жыл өтті.
Енді айналайын екеуіңе бірақ тілейін. Мына сіздерге жаңа айттым ғой. Әр үйдің дастарханында жақсылық болсын да, Жанарменен Әнуарды енді антышкілеп қойымыз, мұтты алғышын айттым да. Бастарыңа бақ қонсын қыдырменен, аспандарыңа күн шықсын күлімдеген, айың тосын жұлдызды түніменен, таусылмасын тойларың бүгінгімен деген келеді. Құрметті құда-құдағилар, сіздерде де қуаныш, бізде де қуаныш, 2 жас бақытты болсын, бір-біріне сыйлы болсын, бір-бірін кешіріп жүрсін, қателік істемесін, екеуі бақытты болсын. Ал құрметті тойшыл қауым, мынау құда-құдағи кеше азаннан бері бізді күтіп жатсыздар, рахмет сіздерге. Жақсы ниеттер айтылып жатыр. Періштенің қуанышы алынсын, мынау құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Ануар заңды некен құтты болсын, қолыңа қондырған құсын құтты болсын. Тек қана жақсылықты естен. Қаттырақ, жандандырып айтсаңдар. Құда-құдағилар, бізге берейін қыздарыңыз мен задайын болыңыздар. Екеуі бақытты болсын. Дендері сау болсын, махаббаттары мәңгілік болсын. Бағын бері айтып жатырға құйрық бауыр асатымына енді құда-құдағи болды. Құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын, 200 жылдық дейді. Енді әр үйде той болсын. Ануар үйленуге көптен күтіп, міне бүгін сол сәт жетті. Қыздың бармайтын жері тарының, қыздың бармайтын жері жоқ. Міне алыс болса да алтын көпір орнады. Алтын көпір енді ұзақ болмайды, жақындай береді. Ануар, Жанар, сендерге тілейтін өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Бақытты болыңдар. Денсаулықтарың мықты болып, шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын, мамаларың, ата-аналарыңның жемістерін ақтаңдар, үміттерін ақтаңдар. Бақытты болыңдар. Құрметті құда-құдағи, енді бағадан бері айтып жатырмыз ғой, өздеріңіздің туыстарыңыз қандай жақсы тілек, қандай жақсы бата беріп жатыр. Соның бәрі енді қабыл болып, Алланың құлағына шалынсын. Қосылып жатқан қос баламыз, қос алтынымыз бақытты болсын. Енді бағадан бері айтып жатырмыз ғой, алыс деп. Ешқандай да алыс емес. Етіп қолыңызға телефонды алып өдесеңіз, бір-ақ секундта сөйлесе саламыз. Мәке қалайсыз, Чәке қалайсыз деп, міне. Осындай, міне, бүгін үйге келіп кет десеңіз, ерте шығасыз да, кешке үйде болып. Кешке қайтып кетсеңіздер, таңертең қайтадан үйде боласыздар. Міне. Қазіргі енді техниканың дамыған кезінде ол ешқандай алыстығы жоқ. Міне. Енді Құдай қосып, міне, бүгін құда болып жатырмыз, құйрық бауыр жесіп, көз қағыстырып. Мен сол құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Қос алтынымыз, қос аққуымыз бақытты болсын. Солардың қызығын, солардың қуанышын, енді құдашалар бар ғой, құдалала бар. Солардың қуаныш қызығын, енді құда болғаннан кейін қандай қуанышыңыз болсын, ренішіңіз болсын, соны бірге бөлісіп, сіз қуанышыңызды бізбен бөлісіп, біз сізбен бөлісіп, қайғымыз болса сол қайғымызды бірге көтеріп, сондай құрметті жақсы құда болайық. Сіздерге көп рахмет, міне, бағанан бері қандай күтіп жатсыздар, Құдай бұйырса енді бір очақты күн ішінде біздің үйде боласыздар. Тек қана енді осындай жақсылықта, қуанышта ғана басымыз қосыла берсін. Жыламай-ақ айта берші.
Ал Ануар, анам, қолыңа қондырған құсың. Құтты болсын, бақытты болыңдар, аңсаған армандарына жетіңдер. Жаманшылықтарыңды көрсетпеңдер. Ассалаумағалейкум ағайындар-ай, әнсалы би-билейтін талайың бар-ай. Әніммен өнеріммен сәлем бердім-ай, жиналған осы жерге ағайындар-ай. Аталарым-ай, апаларым-ай, балаңа қабыл болсын баталарың-ай. Ағайларыңызға бір қол шапалақ болсын. Барша құдалардың тілегінің құрметіне ортаға керемет екі би берейік. Келіңіздер ортадан. Патшамызда төрде тұрған нұрекеңдер көбейген, расында да нұр болып, табысай айтшы досым, сенің атың кім senin atın kım Güller gülşen gülmiralar bilesen gülgülken Oltu bilip parçamızda törde duran Nurikendir kömegini rasında ben nur bulan Tanısayla açı dostum senin atın kım bulan Sizler bana yigit çok kızlar zamanında azarmış devre götür zamanında azarmış devre götür Yetmek kırıp doğmayın, var boyun bir
әрмен қарай жалғастыра өткен жөн санап отырмыз. Десек те, ыстық асымыз даяр болып қалған екен. Құлақтарыңыз әсем бір әнде болсын. Қасыма келіншегім шақырам, келіңіз. Сыр сұлу әнін қабыл алыңыздар. Жайраңдап жазда ағатын еді, есімде қайран сыр сұлу. Таңертең сонда баратын еді, толқынға құмар бір сұлу. Аңсаса сорыңыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ кіршің жаралған шаттық үшін қайран сол сор сұлу қайдасың. Қайтама солғы жайраңдап сырдан толқынды шашын күн қағып. Сәуле боп ойнап жатқандай суда өзінің ерке жарқылы. Аңсатса сорыңыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ кіршің жаралған шаттық үшін қайран сол сор сұлу қайдасың. Қайтама сол қыз жайраңдап сырдан, толқынды шашын күн қағып. Қаламма қарап шығады тұрған күріштің басы арғалып. Аңсаса сорыңыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ кіршің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлу қайдасың. Сыбайы төгер сол қызды мақтап жігіттер әнін шертеді. Тізілген тісі күріштен аппақ сырдан да жаны еркеді. Аңсатса сорыңыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ кіршің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлу қайдасың. Аңсатса сорыңыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ кіршің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлу қайдасың. Қайран сол сыр сұлу Ардақты ағайындар, құрметті құдалар, тілек лебізімізді әрмен қарай жалғастыра отқан жөн санап отырмыз. Ардақты ағайындар, дегенмен осы әулеттің мінекей Шара апамыз, Жұпаркүл апамыз ортаға келсе, бөлелері Алтынай, Есенғали, Жарқынай ортаға келсе, және де жиендері Нұрлан ағам жездемізбенен Маржан әпкемізді бірді қол шапалауға. Құрметті құдалар, құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ял дейміз, мынау құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Құда қаласа, дендеріңіз сау болсын. Мынау Шынар мен Акон, мына
қыздарыңды құтты жерге қондырғандарың құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін. Артынан елген жастарға үлгі боларлықтай жұп болып жүре берсін, Құда қаласа. Денсаулықтар зор болсын, дастархандар мол болсын, қайда жүрсе де алдарында жарқыраған жол болсын. Екі жас бақытты болсын, той құтты болсын. Құрметті құдалар, бүгін сіздер біздің ауылға қаймағып қазақ дәулеттің өнегелі отбасының Жанар қызын алып жатырсыздар. Құда қаласа Жанар қызымыздың аттап басар алтын босағасы құтты болсын. Әнуар екеуіңнің тіке шаңырақтарың биік болсын, өсіп өніңдер. Сіздер де жаман жер емес екенсіздер. Жамбыл атамыздың жатқан жерінен келіп жатсыздар. Екі жақсы қосылып жатыр. Әрқашанда бақытты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, той-тойға баса берсін. Нағаш әке, Мейрам аға, Шынар жеңше, тойларыңыз құтты болсын. Нағашымның өкілеген қызы Жанар, Құдай қаласа ұзатылып бара жатсың, бағың ашылсын. Барған жерде қазақ айтады ғой, тастай батып судайсың деп. Екеуің тіккен шаңырақтарың биік болып, бақытты болыңдар. Кешәрім, әпке жездер, бүгінгі құдалық құтты болсын. Құда-құдағилар төрге шыққандарың құтты болсын. Осындай тойда бәріміз бас қосып, күліп ойнап кездесе білейік. Бөле Жанар, күйеу баламен бақытты өмір сүріп, арқаларынан кішкентайлар ере берсін. Той-тойға ала берсін. Бәріміз де бақытты болайық. Әнуар, Жанар, жаңадан бір жақсы тілектер айтып отыр ғой, сол тілектерге қосылам. Періштен құлағына шалына берсін. Бақытты болыңдар. Әнуар, қолыңа қондырып жатқан құсың құтты болсын. Екеуің мәңгі бақи қол ұстасып жүре беріңдер. Екі жақтың да ата-аналарына мейірманды болып, бірінші баяқ денсаулық дейді ғой, денсаулық тілеймін. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш, нанымыз көп болсын. Еш жаманшылық болмасын. Осы әпшем мен жездем шаңырағында әрқашанда той болсын. Сол немерелерін, қыздарын қызықшылығын көп жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Жаңылден бір жақсы тілектер айтып жатыр, соның бәрі періштенің құлағына шалына берсін. Бәрекелді, үлкен алғысымызды білдіреміз кәнекей. Ортада бөле жиендердің бір биі болсын ондай, апалар. Ән болсын, екі жаста мінекей ортаға шығарайық, жұптасу вальс биіне шақырса. Шын бақыттың бағын араладып жаным бір жанды. Түсінетін күнде көрсінетін бір
құдаларға, құдағиларымызға мың алғысымызды білдіреміз. Әрмен қарай мінекей тойында Құдай қаласа ақырына жақындап келдік. Осы бір ақ тілекті бергім келіп отыр енді. Жанардың барша осындағы аға жеңгелері бар, әпке жезделері бар, інісі, бауырлары бар. Барша Марзия бастап, Самат ағамыз бастап, Әмина әпкелеріміз бар осырында. Марзия, Мадина, Қанат жездеміз бар. Баршаларыңызды ортаға билеп-билеп көтеріңкі көңіл-күймен шақырамыз. Келіңіздер. Әпке жезделері, Хамид Кестаған. Шаманың сезімері көшесінен шамшағаның өзіңді көріп. Ал құрметті құдалар, бүгінгі той құтты бола берсін. Той баршаңызға құтты болсын. Бүгінгі шаңырақ көтеріп жатқан жастар бақытты болсын. Мейрам ағашынар жеңше қыздарыңыз құтты жерге қона берсін, бақытты болсын, солардың қызықшылығын екі жаққа бөлісіп, екі жаққа да абыройлы болсын. Жанар қарындасымыз барған жерде баға ашылсын. Неғыл дейміз, сол тастай батып судай сіңсін дейді ғой. Біздің тілегіміз сол, ақ жол, әрдайым жақсылық болсын, той болсын. Сіңіліміз Жанар, жігітің екеуің бақытты болыңдар. Осы екеуің бақытты болсын деп бүкіл туған туыс, құда жекжат барлығы жиналып отыр. Сендер бақытты болсаңдар, осындай тойлар көбейіп, одан да жоғары көңіл күйде тойға ұласа береді деген сенімдемін. Әрдайым тек жақсылық жағынан көрініп, екі жақтағы да ата-аналарыңды қуанта беріңдер. Ең бас сәлеметсіздер ма құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жанар сіңіліміздің керемет тойы құтты бола берсін. Жанарымызды бәріміз тілегеміз қандай жігітке шығар екен деп кейде армандайтынбыз. Сол тілегіміз қабыл болды. Жанар жандай алып жатқан әнуар бақыттысың. Жанардың мінезі, оның көркі, оның өте ақылды сабырлығы ешкімде жоқ деп айта аламын, шыны керек. Жанардай сүйкімді сіңілімді алған үшін сен де бақыттысың. Барлықтарыңызға тілерім, дендеріңіз сау болсын. Шынар жеңше мен Мейрам ағаның тойларыңыз құтты болсын, ең бастысы. Тілекпен барлықтарыңызға тілерім. Өмір-ай өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағынсынбай, жүрсең екен. Өмір-ай өмір сағым киіп, иманның алтын тәжін киіп, бір-бірімізді қадірлейік, тал бесіктен, жер бесіктен деп барлықтарыңызға тілерім, тек жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар. Алма, Жанар, Ануар, екеуің бақытты болыңдар. Тек қана өмірде жақсылық, біріншіден денсаулық, біріншіден. Бастарың аман, балаларың құтты болсын. Тек қана екеуің бақытты болыңдар. Ануар, сіздерге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Жанар біз үшін ерекше, орны бөлек қыз. Жанар, ол жақта да осындай ақылды болып, өзінің сабырлы мінезін көрсете білесің деген сенімдеміз. Сеуіп бақытты болыңдар. Ал құрметті қонақтар, тағы да саламатсыздар ма дейміз, қош келдіңіздер. Ал Жанар сіңілім, бүгін сен енді өзің ұяңнан ұшып бара жатыр екенсің. Өзіңнің артынан ерген кішкентай сіңілім. Бақытты бол әрқашанда, қанатың талмасын, ол үлкен бір бәйтерегің болсын Әнуар саған. Әрқашан бақыт тілейміз. Және жаңа айтып өтті ғой Әнуардың анасы.
сендер жақсы болсаңдар, одан басқа еш нәрсе керек емес деп. Әрине, екеуің жақсы болсаңдар, бұл жерде туған туысқандарға одан басқа еш нәрсе керек емес. Өсіңіздер, өніңдер әрқашан. Тек жақсылықта болыңдар. Екі шаңырақтың басын, екі әулеттің, екі халықтың басын қосып отырсыңдар қазір. Екеуің осында отырып. Сондықтан да әрқашан бақыт тілеймін. Осында отырған қонақтарға бәріне бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Және де егер рұқсат болса, мен өзімнің ақ тілегімді ары қарай ініме Бақтиярға жалғастырып жіберсем. Бақтияр осында Жанардың ағасы. Азыл асаба деп өзі. Ал, ардақты ағайындар, құрметті құда-құдағилар, дегенмен баршаларыңыз той деп мінекей қуанышты бөліссең көп еді дейді бағана айтқандай. Осындай келіп отқан ағайындарға барлығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал Жанар, Ануар, Құдай қаласа шаңырақ көтеріп жатсыңдар, шаңырақтарың биік болсын. Осы қуаныштарың ұзағынан жалғассын Құдай қаласа. Бағанадан бері үлкен құдаларымыз, үлкен керемет, әсем ақ тілек ниеттерін білдіріп жатыр. Соның барлығы Құдай қаласа періштенің құлағына жауып, аумин десін. Аумин. Құрметті Ануар, Жанар, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Алла сіздерге бақытты ғұмыр нәсіп етсін, көбейе беріңіздер, барған жеріңде бағың жансын. Біз саған шын жүректен бақыт тілейміз. Ассалаумағалейкум ағайын. Осындай қызықшылыққа келіп отқан барлығыңызға біріншіден алғыс. Екіншіден Жанар әпке, Жезде, қуаныштарыңыз қуанышқа жалғаса берсін, әрқашан бақытты болыңыздар. Енді барлығы жақсы тілектер айтып отыр, соның барлығына қосыламын, бірақ бір кішкене бір айтып өтсем деп едім. Жанар әпкемнің орны ерекше ғой, әпкелердің арасында ең кенжесі. Мен енді есімде жоқ, бірақ айтушы еді. Жанардың артына қалмайтынсың, 20 қадам артында жүресің, аяғыңа тең кірсе де, өзің еңкеймей, Жанар деп жылап тұра беретінсің деді. Сол сияқты кез келген нәрсеге мені үйреткен, өзінің қолына жетектеп жүрген Жанар әпке, бақытты болыңыздар, әрқашан отбасыларыңыз шаттыққа толсын. Осындай қуанышта барлығымыз кездесіп, жүздесіп жүре берейік. Әпке, Жезде, бүгінгі құрып жатқан шаңырақтарыңыз биік болсын. Осы тойға келген барша ағайын туыс бауырларға отбасымыз атымыздан үлкен алғысымызды айтамыз. Рахмет көп-көп. Айналайындар, мына бүгін құда-құдағилар келген құдашалар, ауылдың келіндері, ағайындары, осының барлығы. Бүгін мінекей үлкен қуанышпен мерейдің, тағы да қайталап айтамын қуанышпен мерейдің, екі жастың бақытымен қуанышта келіп отырмыз. Алла тағалам екеуінің өмір жасын ұзақ етсін, бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Екі жаққа қашанда жаңа бағана айтқандай алтын көпірдің, қашанда алтын көпір еш өтілмесін. Сол алтын көпірдің үстінде екеуің жүре беріңдер. Екі жақтың теленген, егіз қонысындай болыңдар. Алла тағала мәңгілік бақыт, қуаныш, мерей күткен болсын. Құдайым оңдасын, жаманшылық болмасын. Бас келсін, қыдырдасын, кетпес, дәулет берсін, деннің саулығын берсін. Екі жас бақытты болсын, ғұмырлы болсын, қосақ құдай ажырамасын. Бірі кемпір, бірі шал болсын. Деннің саулығы болып дастарханға береке, өздеріңізге бәріне мереке берсін. Жұрт, аумин, Аллаху акбар. Жастарымыз бақытты болсын, қадамдары оң болсын, отағасы берік болсын, қоралары малғат болсын, шаңырақтары іңгелеген сәбилет болсын. Сәбилерді жуатам деп, түнімен құдамен құдағидың ұйқылары шылы болсын. Амин. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربim. Осы барша осы жердегі қауымның
беріп жатқан баталарын, айтып жатқан тілектерін қабыл ете көр. Жастарымызға екі дүниенің бақытын бер, қайда жүрсе де аман болып, жұптары жазылмай, екі жақтың да ата-аналарына абыройлы бол, елдің, халықтың азаматы, азаматшы болуды Алла сағала сіздерге нәсіп қылсын. Жол болсын, аман есен, ақын аспай жүріңдер, ақ жоқ.